20 мамыр күні әуе қорғаныс күштерінің әскери институтында аты аңызға айналған ұшқыш. 2 мәрте Кеңес одағының батыры Талғат Бигелдиновтың 100 жыл мерейтойына және Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 30 жылдығына арналған қазіргі ғылымның өзекті мәселелері тақырыбында 15-ші халықаралық конференциясы өтті. Конференция продолжается не первый год, постоянно. Бұл конференция бірінші жыл өтіп жатқан жоқ. Бүгінде ғалымдар үздіксіз жұмыс жасап, жоғары оқу орнының сапалы көрсеткішін арттыруда. Сонымен қатар көптеген жобалар ұсынылды. Әртүрлі бағыттағы ғылыми мақалалар жинақталды. Онда педагогикалық еңбек туралы және еліміздің әскери қауіпсіздігін дамыту жайлы мәселелер көтерілді. Талғат Бигелдинов 2014 жылы 10 қарашада дүниеден озды. Көзі тірісінде ол жастармен жиі кездесетін. Әр кездесуде ол жастарға патриот, достыққа берік болуды, ата-бабаларымыздың жауынгерлік дәстүрлерін арттыру қажет екенін айтатын. Весьма отрадно, что в сегодняшней конференции принимают участие курсанты. Это будущее наше. Жалпы осындай іс-шараға курсанттардың қатысуы қуантарлық жағдай. Себебі олар біздің еліміздің болашағы, әскери әлеуеті. Өзім ғылым докторы ретінде алғашқы қадамымды ғылыми үйірмелерден бастадым. Олар үлкен тәжірибе бермек. Мен курсанттардың әскери саладағы болашақтары жарқын екеніне нық сенімдімін. Конференция барысында жалпы инженерлік пәндер кафедрасының аға оқытушысы подполковник Аслан Дүйсенбаевтың ұшқышсыз ұшу аппараттарын батареяларын зарядтау процесін қамтамасыз ету үшін электр энергиясын берудің сымсыз жүйелерін дамыту жайлы баяндамасы қатысушылардың ерекше қызығушылығын тудырған болатын. Бұл конференцияда көп мәселелер немесе сұрақтар көтеріліп тұр. Жалпы өзім осы конференция қойған сұрақтарым, өзім ойым Қазақстан қарулы күштерінің дрон себебі, сонымен бірге тікұшақтармен қуатты энергиялы қамтамасыз ету мақсат жағынан өзім магистрлық жұмысым ары қарай жалғастырып, соны көрсетіп жатырмын. Бұл жалпы тек қана қарулы күштеріне енгізбейді, бұл бүкіл Қазақстанда қолдануға болады. Тек қана әскери күштерінде емес, оның қасында ішкі істер департаментіне қолдануға болады, сосын шекара қызметтеріне қолдануға болады. Осындай өткізіліп отырған іс-шаралардың арқасында шетелдік жоғары оқу орындары мен халықаралық байланыстар белсенді дамуда. Және конференция алаңында туындаған пікірталастар ғылыми білімді біріктіруге және елімізді қорғаныс қабілетін нығайтуға мүмкіндік береді. Сая Сәрекенова, Данияр Маткулов, Қайырлы таң, Ақтөбе.